Ассаламу алейкум, урметли серджилер. Бу UA TV студияда Украина хабарлары бүгін февральнан 19 салы күні. Бірлешкен Милләтләр Тәшкилатының баш катибіне Украиндың әжелеріні Русия саранден дәрал азат етіліванды ярдым етмек мұраджат аман-аман 25 bin имза топлады. Bunun ile da 62 memleket bu meselede kol tutkanlarını bildirdiler. Bu haqda Ukrayna prezidenti ile kuruşu vaktında prezidentinin ato askerlerinin reabilitasiya meseleleri vekiliyetlisi Vadim Sviridenko haber etti. O müracaatının teşebbüsçülerinden birisidir Petro Poroshenko ozudu. Müracaatını imzaladı ve fevralın 20'sinde Birleşken Milletler Teşkilatı'nın baş katibi Antonio Guterres'e vermege vade etti. Це озброює українського президента. Бушымдыки вақытта жебедаки аскерлер кібі Украинаның қорчалап еметлері бұйық олған Украин президенті ве дипломатларыны селандыра демек мүмкін. Қысқа мүдет ішінде бұл қадар чоқ имза топланалды. Бұл Украина кемияты жымайчылық үшін бұл месле не қадар мұйым олғанны көстерем. Це всього за 5 днів було зібрано. Бұл 5 күн ішінде топланалға имзалар дады чоқ олajak. Бізім аскерлеріміз не қадар әсерде олajaqlar, о қадарда біз әрекет етежекміз. Президент Петро Порошенко Украина Юқары Радасы Украина эсас канунына денішмелер көрсетілігі қында қабул әткен қарарны имзалады. Бұны о Русияның Украинаға қаршы селялы тәжавузының 5-ші еллығына бағышланған Юқары Раданың невбеттен тыш отырышында япты. Не пізніше 2023 року. 2023 senesine kadar Avrupa Birliği azası olmak için ariza verilecek ve NATO azası olmak için hareketler planını alınacak. Bu bizim umumi vazifemiz. Rusiyaga bakmayacağımız ve ondan izin degen gibi şey asla da almayacağımız. Bizim öz yolumuz var ve biz özümüz karar alamız. Avrupa Birliği hiçbir vakit Kırım'ın işgalini kabul etmeyecek. Bu haqda Yuqarı Radanın Rusiyanın Ukraynaga karşı silahlı tecavüzünün 5-ci yıllığına bağışlanğan nevbetten tış oturuşunda Avrupa Şurası başlığı Donald Tusk aytdı. Сьогодні тут, у Верховній Раді України, Бүгін мұнда Украина Юқары Радасында әпінізінің өгінде да бір кере ось адымдан ве бұдың Авропа Бірлігі адындан текрарлай білем. Біз сізіле ве сізге елерде де ярдым етмеге істейміз. Бірлішме ақында анлашманың ilk сөзлеріні да бір кере таздықламаға істейм. Авропа Бірлігі Украинаның интылуларыны қабул ете ве оның Авропа сайлаларына қол тұта. Авропа ешбір вақыт Русия тарафындан Қырымның ел хақыны танымайжақ ве Кремль ось мечбүриетлеріні ерне кетірмегенже санкцияларыны да лағу етмейжақ. Ве бұның иле Авропа Бірлігі ешбір вақыт азақ денездеки тежавузи әрекетлеріні қабул етмейжақ. Росія незаконно анексувала частину української території. Русия қанунсыз суретте Украина топырақларының Қырым ве Аққар шәріні илхақ етті. Рус işgal ордысы Украинаға басыр керді ве Донецк ве Луганск вилетлерінің бөлгедріні запт етті ве сонки еллар девамында дайма Украинаға селі ұжымлар yapmaға девам еті. Kırım sakinleri için 5 yıl işgal altında bu gayet büyük müddet. Böyle Yuqarı Rada oturuşu vaktinde Milli Meclis Reisi Rifat Çubarov dedi. Bundan gayrı o tekrar Ukrayna prezidenti ve Yuqarı Rada'ga Ukrayna'nın esas kanununa Kırım Muhtar Cumhuriyeti statusu hakkında denişmeler көрсетмеге müracaat etti. Закрепление у Конституции Украины Крымско-татарской национальной... Украина esas kanunda Ukrayna terkibinde Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyeti hakkında ve tamır halk olarak bu muhtariyetini özegi Kırım Tatarlarının olğanı pekitülüvü bizim devletimizge ve halkara ortaklarımızga yangi hukuki aletler verecek. Ve bu Kırım'ны Ukrayna idaresi aslında kaytarıluvda gayet mühim bir şey olacak. Umut etemiz ki yakın vakitte Ukrayna prezidenti bu kanun lehasını Yuqarı Radanın bakıluvuna teklif eder.
Майдан даянып чыққан геже бөлейменлікін қылыбы іштіракчілері Киев мерkezінде 5 ел әвелкі вақаларға дей. Февраль 19 кечер гежесі Беркут ұжым башлады. Митинг япқанлар сықыштырылды, құветшілер институтская соқағы ве Авропа мейданы тарафындан оларны сарып алдылар. Озыны қорчаламақ үшін фаллер, шиналар яқмаға мечбур қалдылар. Беркут мейданға субақчылар кетірді геже саат бірді, Зенат бірлігі воянмаға башлады. Фаллер бинаны терк етіп, дамдан құветшілер кіргеніні қычыра еділер. Киевге кіріш ерлерді селялы адамлар тура еді. Метро чалышмайды 2014 сенесі февралінің 14-інде 8 адам әләк олды, 206 яраланды, эпосы олып менлік инқилабы вақытында 107 фаал өлді. Не азықмалары, не урбалары бар. Украин саяси мобесі Володимир Балух илхақ етілген Қырымдан Русияге этап етілді. Оны Ақмесжет тақиқат тевқифханиясынден Краснодарға алып кеттілер. Шымдекі вақытта үлештіріде ерді бұлына ве не қадар вақыт анда да олачақ белі дегіл. Бұқта ЮИТВге Қырым оқу құруйжы группасы ребері Ольга Скрипник тариф етті. Оның сөзлеріне көре авуштыруф аққында бір түрлі себеп жоқ еді. Ал азарда Украин фаалінің адвокатлары этап себеплеріні огренмеге тырышалар. Мы хотим надеяться на то, что вдруг такие... Умутетемызки бу әрекетлер деніштіровге яда азат етілівге азарлықлар көрілгені үшін япыла. Чүнке екенже вариант менфидер, яни оны авуштырдылар. Тутулған шартларыны қаттылаштырмақ үшін Русия жазаханесінде бу пектелікелі. Қырым махкемесі Балухны сақтеве уйдурма қабатлардан аман 5 елға азатлықтан марум етілмесіне үкім чықарды. ФСБ эсассыз Қырым сәкеніні патрон сақлап тұтқанында ве тевқифхане ребераны урғанында қабатлады. Балухның имаясы ве оқу құройжылар о Украина тарафдары олғанындан репрессиялар құрбаны олғаныны тұшыне. 2018 сенесі июнь айында Балух октябрьге қадар девам еткен ачылық илян еткен еді. Бүгінден баста рус ишгалжелері Украин мевзелеріне қаршы учкере атеш açты. Луганск вилаятының Катериновка қасабасы мина топлары атеші астында қалды. Донецк вилаятының Гнутова қасабасында есе граната атқыч қоланылды. Боқта бірлешкен құветлерінің матбуат мерkezінде хабер етілді. Украина аскерлері арасында яраланған ве әләк олғанлар бүгін жоқ. Туневын есе 4 аскер яраланған еді. Атеш тоқтату режимыны исенжілар 12 кере бозды. Истихбаратымыздың малюматына көре 9 ишгалжи өлдірілді, бір дәне яқаланылды. Құрметлі серджелер, бұ дақиқаға бұ сонки хаберіміз әдіда дәчо хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV ile olınız, özünüzге мұқайт олыңыз, сағлықнен қалыңыз, көрішкенже.